саған шығу керек бұлардың. Түрту керек, ояту керек. Оянбаса болды онда уже. Дұрыс айтасыз, өзіміздің дініміз, тәңірлігіміз, құдайымыз тұрғанда еврейлердің, яһудилердің, еврейлердің дініне, аталарына табынудың қажеті жоқ. Бұл дейтін алдында айтып жүрмін ғой, ассимиляция деп, манипуляция деп. Ассимиляция деген сөз, манағы ұлтты жою деген сөз. Өзін тегін ұмыттыру, ұлттың атын жоқ қылу дейді. Сол үшін мұсылман деп, мүслім деп шығарған бәрін. Бәріміз біріміз ұлтқа бөлінбейміз деп, бұның тарихын бәрін жоқ қылу үшін шығарған программа мынау. Атын білетті, бірақ кім екенін білмейді. Сондай қалып бана. Манипуляция деген ол дін иллюзия дейді. Иллюзия деген сөз бір құдайды басына тығады, сонымен қорқытып ұстайды. Сол адамды соның бана сендірсе де, ол адам соның ішінде жүреді. Көпілдің ішінде шықпайды, жарылмайды. Құдайын танитын сияқты болып жүреді, бірақ танымайды. Қазақта табиғатты құдай деген. Табиғатты сезген адам құдайдың бәрін де сезеді. Кеше мен айттым ғой адамда не болады деп. Ішкі сезім болады деп. Сол ішкі сезімге ояту керек адамда. Мына Қытайларда третий глаз дейді. Сол сияқты табиғатпен айналысса адам дейтін бәрін де сезеді. Жаман мен жақсыны, ақ пен қараны бәрін де айтады. Батылдық бәрі пайда болады. Дін деген сөз, біздің мына тәңірлік деген негізі сенімді бұл. Орысша айтқанда вера дейді. Не религия, а вера дейді. Сосын жеті атаны қолдыруымыз керек, айтқызуымыз керек. Қанның айттырым ғой, 16 ғасырға дейін не спрашивали национальность, а спрашивали происхождение дейді. Происхождение дейді, тегін сұраған, ұлтын сұрамаған. Қазір ұлт көбейіп кетті, бірақ өзінің қайдан шыққанын білмейді. Ол неден, ол діннен туып отыр да. Дінді дейтін араласа береді. Ойбай, мынау мұсылман, мынау кәпір деп. Мүслімбіз деп. Дұрыс айтасыз, Аравия дейтін бірінші қолдап отқан солар. 17 000 арабтар барып, ішкі органдарын ауыстырып келген дейді. Қытайға барып. Ол не дейді, ол мұсылманның қағидасында бар ма осы? Мен айтып отырмын ғой, бұлар дейтін салт дәстүрі деп, арабтарға ғана жалғасады, дұрыс айтады. Мына арабтардың өздері міндетті намаз оқып, арабша киінгенмен Европаға барғанда бұлар костюм шалбар киіп алып, арақ ішіп, бордельде жүреді бұлар. Оларға не запрещено, мынада шешендерді ал. Шешендер өз жерінде намаз оқығанмен Москваға барғанда олар өзінікін жасап жүреді. Сосын түркі дейді. Түркі халқылардың көздері оянып отыр ғой. Біздерге мына исламда күшін біздерге бергісі келеді еврейлер. Біздерді дүмпіттіріп, біздерді мына қозғағысы келеді. Арабтарды ұқсап мына соғыстырып. Оның бәрінің кілті дінде ғой. Діннің артын оқысаң, ол ана көз ашық, көкірек ояулар сезінсе, Құдайын таныған адам. Діннің артында соғыс тұрады. Обязательно соғыс болады. Так что, мына дұнғанның несі бәрі де, любой соғысыңда, любой болған нәрселердің бәрінде қолдан жасалған нәрсе. Соғыс просто так тумайды. Бір нәрседен туады. Мына қазақ халқының қанына тиеді. Американы баяғыда нелерге Иранға соғыс ашу үшін Иракқа қозғай алмаған халқын. Сонда ана бір еврейлер, бір артист қызы келді. Оған да сөйлеткен ғой. Роддомдағы балдарды өлтіріп бомбылады деп. Ал сонда статистика бойынша жертіп бараса, бала десе ғана халықтар тұратын көрінеді Америкада. Баланы өлтіріп жатыр десе. Сол жерін, слабый жерін ұстап алып, ана сосын барып бомбылаймыз деп халық қолдаған ғой. Көрдіңіздер ма? Оларда кішкене халықтар умный. Сосын Европада соғысқа қайшы, мысалы, екі политик соғыс ашып жатса, ол жақта Европада. Оларда, мысалы, Польша мен Франция соғысам десін, Бельгия соғысам десін, халық шықпайды. Өзің соғыс дейді политик. Біз соғыспаймыз дейді.